Сұрақтар қоржынына бір сабақта неше әдіс қолданасыз деген сауал түскен екен. Мен бір сабақта көп дегенде 5 әдіс, жоқ дегенде 3 әдіс қолданып жүрмін. Ол сабақтың тақырыбы мен оқу мақсаттарына қарай құбылып отырады. Мәселенки қызығушылығын ояту кезеңде 1 әдіс, мағынаны тану кезінде 2 әдіс, сабақты бекітуге 1 әдіс және кері байланысқа 1 әдіс қолданып келемін. Ең бастысы сабақта оқушылардың бір-бірімен диалогқа түсуін қамтамасыз етемін. Сондай-ақ оқу мақсатына қол жеткізу үшін түрткі болу, бағыттау сұрақтарын, сондай-ақ сынақтан өткізу сауалдарын жиі қойып отырамын. Бұдан шығатын түйін, әдістерді жарнама құралы ретінде пайдаланудың қажеті жоқ. Әдіс біз үшін оқу мақсатына қол жеткізудің ең тиімді тәсілі болу керек. Сондықтан да әдіс тәсілдерді төпелеп көп қолданғаннан гөрі қажет кезде ең тиімді негізгісін қолдану аса маңызды. Істеріңізге сәттілік.